Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кеспе кесуді үйренетін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға барлық ұнымызды салып, ортасын осылай ашып, жұмыртқа мен тұзымызды салып, жақсылап араластырып, және үстінен міндетті түрде ыстық суымызды құямыз. Бұл жерде судың температурасы өте маңызды, ыстықтау болғаны дұрыс. Сол кезде біздің қамырымыз өте жақсы шығады. Енді қолымызбен қамырды жақсылап еритін боламыз. Қамырымыз біздің қатты жұмсақ болмайды, осындай шамалы қаттылау болғаны дұрыс. Енді бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан соң қамырымызды тағы да бір рет жақсылап илеп, тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Енді біздің қамырымыз дайын болды. Он себе отыра қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Оқтаудың екі шетін баса отыра ең алдымен қамырымызды осылай дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Сол кезде біздің қамырымыз өте жақсы жайылатын болады. Және бар салмағымызды баспаймыз, өте жеңіл түрде жаямыз. Сол кезде қамырларымыз теп-тегіс бірдей болып шығатын болады. Достар, алдағы уақытта каналыма шыққан жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді арасына міндетті түрде ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен осылай қамырымызды орап шығамыз. Және пышақпен осындай бөліктерге бөліп алғанымыз дұрыс. Сол кезде біздің кеспелерімізді кесуге өзімізге де ыңғайлы болады. Қамырларымыздың арасы жабысып қалмас үшін міндетті түрде ұн себуді ұмытып кетпеңіздер. Және пышақтың көмегімен осылай кеспелерімізді кесіп шығамыз. Осымен біздің кеспелеріміз дайын. Бұдан да жіп-жіңішке етіп кессеңіздер де болады. Және бұдан да жуандау етіп кесіп, нан салмаға қолдансаңыздар да болады. Біздің кеспелеріміз дайын. Кез келген сорпаға салып, ыстықтай тағамдарыңызды ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.